Ресейде не болып жатыр? Евгений Пригожин деген кім? Почему в стране творится беспредел? Тіпті араға бас қолбасшы Путиннің өзі түскенімен Пригожин райынан қайтпай, Ростов облысынан Мәскеуге қарай 25 мың сарбазымен бет түзеген болатын. Тіпті мұны көтеріліс деп таныған Путин еліміздің президенті Тоқаевтан көмек сұраған сәтте оның бұл Ресейдің ішкі ісі, біз араласпаймыз деп жауап бергені әлемдік баспасөзде кеңінен сөз етілуде. Вагнер басшысы колонналардың Мәскеуге қозғалысын тоқтатты және оларды далалық лагерлерге қайтарған. Қазақстан Республикасының Ресейдегі елшілігі мәлімдеме жасап, Ресейдің Украинамен шекаралас аймақтарына бармауға шақырды. Форс-мажорлық жағдайлар туындаған болса, Қазақстан Республикасының азаматтарына барлық қажетті көмек пен қолдау көрсетілетін болады. Елшіліктің сенім телефоны төменде көрсетілген. Біздің қауіп Ресей Федерация азамат соғысынан қашқандар елімізге ағылып, тұрақтылығымызға сын қақпаса болғаны.